Осы құрылтай ғандарында шума бөлінен бастақшы келіп отыр. Аман қазір ма? Келімсектер түбіңде құтырмасын десеңіз, миллиардтап жымқырып сытылмасын десеңіз, қазақ деген атауың ғайып болған кассаттай доктрина ырқына жұтылмасын десеңіз, секталарға сананы ілгізбесін десеңіз, кеден одақ жат жұртты кіргізбесін десеңіз, өз жерінен шығатын өнімі жоқ қазақты алпауыттар өкшеден жүргізбесін десеңіз, балықшылар, шахтерлар қырылмасын десеңіз, Қызылағаш тағдыры ұрынбасын десеңіз, Байқоңыр мен Балқашты прапонмен аттырап, шұбар жылан ішінде тығылмасын десеңіз, үш тұғырға тілімді талатпасын десеңіз, мұнай мысқа әркімді жолатпасын десеңіз, қолды болған жерімді қайтарудың орнына Қытай, Өзбек, Орысқа таратпасын десеңіз, қазақ түгіл қырғызда соруламасын десеңіз, байрағыңды басқа жұрт құлатпасын, аңқау елдің алдында патшалықтың міндетін партияның атынан жолдамасын десеңіз, байрағыңды басқа жұрт құлатпасын десеңіз, шерлі қазақ өз-өзін жылатпасын десеңіз, руға, жүзге, сектаға, партияға бөлуді тоқтатайық, азаттық тұрақтасын десеңіз, ақиқатты тарихтың арық болсын десеңіз, әділеттің ертеңі жарық болсын десе, осындай айтарыңда шындық пен құрылтайда жарқырап, қазақ деген жасампаз, қазақ деген жау жүрек халық болсын десеңіз деп.